Бүйттің ба, сағындың ба, сөйттің ба, анау не болды, мынау. Кішкентай бала емеспіз ғой, дұрыс дейді, сол. Чеңгешка болыпсың да. Қыздардың жолын ашып беремін, көруші қыздар. Смело келіңдер. Бірақ осы уақытқа дейін мен бір қыз жақсы көрген емеспін, соны айтайын. Ұнатқанша, бірақ жақсы көрген емеспін. 22 жасымда ғана бір қыз жақсы көрдім, қатты жақсы көрдім. И болды. Сол қызды ғана жақсы көрдім болды. Жүрдіңіз уақыт өреді. Жүрдім ғой мен. Күнде жазып жүр деді ғой, сен бүгін. Соны дұрыс айтпады негізі. Күнде жазып жүреді. Міне тұрғы, Алла тұрғы төбемде. Өзі звондайды, өзі жазады. Мен вообще не істеп отқан жоқпын. Ақтөре біраз жақсылық жасадым ғой әсемге. Жақсылық жасаған деген қызым болғаннан жасайсың ғой, ол кезде қызым болды. Мен қызым болғанда мен қатты сыйлаймын да. Дұрыс па? Қазір ол менің қызым емес, так что ол жайлы әңгіме айтпана. Енді ол сіздің таңдауыңызға Ақтөре. Мен бірдеңе деп жатырмын ба? Енді ол мені прямой эфирде айтып жатыр да. Прямой эфирде маған звондайды, күнде мазалайды дейді. Егер ол маған керек болса, мен бармайын ба соған? Неге ол? Соны неге біреу сұрақ қоймайды? Оны не үшін жазып жүр деп біреу сұрамай ма? Білмеймін, қазір қосылайықта қатысушылар түсінбейсің бірақ біле сұрақтарда біртүрлі, жауап бергендерде біртүрлі. Жоқ, әсем жақсы қыз, я жаман қыз деп отқан жоқ. Өте жақсы. Просто бізде, короче, бір-бірімізді просто сыйластық. Мына жерде бар ғой, тиктокта бір жаман жер бірдеңе айтайын ба? Біреу бірдеңе әңгіме айтса болды, бәрі соны айтып кетеді ғой. Қалайсың дос, жақсы өздерің. Жылама құрсын, жылама. Бәлем, аларың бәрі бараш. Упучик қой ол жылау, упучик жылай берсін. Бұжай жыласын. Соларға бердік. Гүлназым жақсы қыз ғой дейді. Жоқ, Гүлназым мен ол. Бір рет танысып көріп болмайды ол. Достарын танысып көрді одан сол ғой. Так что, қойыңдар деймін, қойыңдар. Давай, лучше басқа тема тастаңдаршы, жылама, мылама деймін. И сосын жаңа әсем жайлы айтпай қойшы, давайте, пожалуйста. Жарай ма? Сен ешкімге бермеймін. Мен негізі ең басындашы, мен мына жерден қателестім деп ойлаймын кейде. Қосылайықта ең бірінші кім біледі енді. Мен 3 қызды таңдау болған менде. Қымбат деген қыз болды, Аида деген қыз болды, әсем келді одан и Хадиша. Қымбат осы Алматының қызы болды. И Аида Қырғызстаннан келді. Енді Қырғызстаннан келді. Әсем Қазақстан осы. И кім деген? Хадиша деген осы 4 қыз. Сол дұрыс таңдамадым ау деп ойлап қоямын өзімше. Сол жерден қателестімші негізі. Сол жерден дұрыс таңдағанымда, может қазір жақсы болып кетермеді біреуге. Негізі, короче, андай ғой. Жоқ, әңгіме бір ішімде қалады. Так что, бірдеңе сұрап алам деп нестемендер. Шо? Деп тұрасың. Әйді. Ақтөре, қалайсың? Жақсы. Салтанат ұйықтай берші сен нағысы. Ұйықтай берейін. Сен жаман көрмейсің. Жатсың осы? Ойбай. Асылбек, масқара болды. Ей, қойна, не көрсеттің? Мен сізге көрсетпейлермін, Ақтөре. Қайдан боласың? Сөйкөз бір жол ойнадық қой, сен сұрадың бөле, Қырғызстаннан. Қырғызстан ба, ойбай. Достар, кеттік, лайк басамыз, Қырғызстан, Қазақстан. 2 жыл сөйлескен қызың. Айрыс кетіп, бір айдан кейін. Сен өзің қосылған передачаға барып, сөзден бай іздеп отса, и сразу жоқта сөйлесіп кетіп жүп болып кетсе, вот сендерге әңгімең көз. Просто қызғаныш емес ол. Это просто неприятно. Любой қызға да ол неприятно, балаға да приятно. Любой адам он неприятно будет. Так что Меруерт дейді, Меруерт те жақсы қыз негізі, ағам өте керемет қыз. Бірақ Меруерт менімен сөйлеспейді енді. Енді ойлашы. Қызда қандай ғой? Қыздарда женский солидарность деген болады. Мысалы, бұрынғы қыздарым сөйлеспейді менімен. Өйткені мен басқа қыздармен жүрдім. Жігіттерге ол бәрібір да.
жігіттерге досының қызымен, досының әйелімен жүре беретін заман болып кетті. Жігіттерде намыс жоқ та, қыздарда кішкене бар.